Сәлем, қайырлы күн. Сіздермен бірге Тойбастар Ақбаян. Сіздерге бүгін өте пайдалы видео түсірмекпін. Жаңа жылға қарсы достарыңызға, туыстарыңызға сыйлауға қолжетімді бағадағы сыйлық. Ол үшін бізге Chrome, Pinterest, Pixar программасы қажет. Мысалы, Chromeға кіреміз. Календар жасаймыз, яғни календар қазақша 2023 деп іздейміз. Картинканы басамыз. Мысалы, 2023-тің қандай календары бар? Қазақша. Немесе орысша, өздеріңізге қайсысы мысалы келеді, ұнайды, соны ала бересіздер. Мен мысалы өзім қазақшасын уже тауып, сохранить етіп алғанмын. Оны PNG форматқа ауыстырып, артқы фонын жоғалтып, алдын ала дайындап қойдым. Мысалы, осы сияқты мына жерден январь деп тұр. Осын мысалы үстін басып тұрсаңыздар, скачать изображение деп сақтап аласыздар. Өздеріңізге ұнаған кез келген фондағысын таңдап алсаңыздар болады. Немесе английский әріптегісін. Pinterestке кіреміз одан кейін. Pinterestке кіріп, фон іздейміз, яғни фон снег деп қалай картинкаға өздеріңізге ұнайтын бір фон аласыздар. Неғұрлым ашықтау свет болса, жасағандарыңызға жақсы болады. Мысалы, міне осы сохранить етеміз. Төбеде 3 нүктені басып, скачать изображение дейміз. Маған осы біреу ұнап тұр. Немесе мынау сияқтысын алсаңыздар болады сразу. Бірақ қазір біз оны Pixar'ға кіріп, ары қарай әрлейміз. Сол үшін ешкім бұндай қажет емес. Немесе мынаны алуға болады. Мысалы, ар жағында әдемі көрінеді екен. Скачать изображение. Осылай өздеріңізге ұнаған бір фонды, немесе новогодний фон деп іздесеңіздер болады. Осылай өздеріңізге ұнаған кез келген фонды аласыздар. Немесе Chromeға да кіріп, Chrome'нан да іздесеңіздер болады. Мысалы, фон Chrome'да көбінесе сәл качествосы бар, сапалы картинкалар шығады. Бұл жақтан сақтап алғандар сапалылау картинка болады. Міне осындай неше түрлісі шығады. Фон зима деп тұр, немесе осындай таңдасаңыздар болады. Өздеріңізге ұнаған кез келген фонды аласыздар. Енді картинканы таңдадық, және де календарды таңдадық. Енді Pixar'ға кіреміз. Pixar'тың мендегі взломный версиясы, алдындағы кәдімгі Pixar'тың өзінің версиясында добавить фотоны көрсетпеді алдыңғы видеомда. Міне осындай. Енді все фото деп тұр. Все фотоға кіреміз. А4 форматтағы фонды аламыз. Біз өйткені шығарған кезде А4 форматтағысы бізге қажет болады. Менде А4 форматтағы дайын фото бар. Енді сон астында жылжыту арқылы добавить фотоны басып, өзімізге ұнаған фонды аламыз. Мысалы, осы бір фон ұнап тұрмаған. Осылай үлкейтіп аламыз. Төбеге қарай шығарып, сәл астына қарай өткізесіздер. Прозрачностьтен қазір көрінбей тұр. Мен төбедегі птичканы басамыз. Міне сонда осылай болады. Ал егер қатты өткізіп жүрмесеңіздер, асты ақ болып қалып кетеді. Енді осының үстіне біз календар аламыз, яғни добавить фотоға қайтадан кіреміз. Мен алдын ала осындай календарды PNG форматқа дайындап қойғанмын. Осы жеріне қойсақ, мына төбе жағындағылар онша көрінемін, ұзартсақ та болады. Или елкаға дейін алып келсек те болады. Осындай істесек болады. Осы елкаға дейін ғана әдемі көрініп тұр. Яқта елка көрініп тұрған дұрыс сияқты. Енді бұны төбеге қойып, мысалы астында уже көрінбей тұрғаннан кейін төбеге қарай қойып, мына плюсик батырман басып, стикерге кіріп, поисктің өзіне кіреміз де.
белый квадрат деп іздейміз. Мысалы, осы бір белый квадратты аламыз. Бұны жағын елкаға дейін созамыз. Мына жағын өзін осылай елкаға дейін созып аламыз. Астында сәл созыңқыраймыз. Прозрачностьтан сәл сүреміз. Сәл көтереміз. Осылай жобалап аламыз. Енді бұны сәл прозрачностьтін азайтуға болады. Артындағы фон көріну үшін. Енді төбесінде календарымызды әкеп, осының үстіне біздің календарымызды біз қайтадан копировать етеміз. Төбедегі ана екі кубикті басып, осылай копия жасаймыз. Сонда осының үстіне түсетін болады. Мынаны қайтадан өшіре саламыз. Мынаның үстіне қойғанда қалай болады екен, міне осылай. 30-31-іміз, яғни түсіп кетсе сәл кішірейтеміз. Осылай 30-31, оны сәл созыңқыраймыз. Төбеге қарай созыңқырасақ болады. Міне осылай жасаймыз. Календарымыз бітті. Қарай біз фото қоятын PNG форматтағы PNG формат қоямыз. Қазір осылай жылжытып, астында рисоватты басамыз. Рисоваттың өзін басамыз. Соңғы жағындағы 3 кубикті басып, фонымызды үстіне шығарып алып, көрінетінді соған қарай ауыстырып алуымыз керек. Үстін бассаңыздар, осылай ауысады. Енді осының үстін қайттан бассаңыздар шығып кетеді. Мына жерде карандаш және өшіргіш тұр. Өшіргіштің үстін басасыздар. Содан кейін жанындағы формалардың суреті тұр. Соны басып, мына жерде өздеріңізге ұнаған фондарды аласыздар. Яғни жерде штрихта тұр, яғни шеті. Енді сол залитке ауыстырамыз. Осылай дөңгелекті алғым кеп тұр. Мына былай жылыстаңыздар. Мына жақта сердечко, осындай нәрселері бар. Гүл, яғни сөйтіп окейді басып, былай өздеріңіздің қалаған жерлеріңізге осылай қойып алсаңыздар болады. Мына жер қазір астында PNG форматта болады. Сурет қоя бересіздер. Осылай қалаған жерлеріңізге қоясыздар. Қазір төбеде галочканы басамыз. Міне осылай болады. Енді стикерге кіріп, новогодний рамка дейік. Енді осылай новогодний фондар, сондайлар іздейміз. Салық, тағы қандай, мысалы бір елканы алсақ болады. Елка астында тұр ғой, енді бізге елка қажет емес. Немесе оны ұнаса алсаңыздар болады. Басқа бір фонға, мысалы, мына бір шарики және жұлдызшаны алайық. Мына коронаның тұрғандары уже олар платный, оны көзе сақтай алмайсыздар. Мынаны алып, осылай бір шетке қойсаңыздар болады. Сәл созсаңыздар болады. Осылай бір шетіне қойсаңыздар болады. Сәл сәндік үшін. Енді қайтадан стикерге кіреміз. Блеска с круглый ма, сондай круглый дөңгелек бір блескалар шықса, немесе мына біреуін алайық. Дөңгелекті мына PNG форматтағының үстіне қойғанға. Мына жерге бүйтіп шетіне осылай рамка қойсақ, онша болмайды екен. Не өшіріп тастаймыз. Қайтадан стикерге кіреміз. Біреусі шықты қармен. Стрелка арқылы осылай үлкейтеміз. Осы нормальный сияқты.
круглыға осылай қоямыз. Осылай. Енді қайтадан стикерге кіріп, мысалы не алуға болады? Мысалы 2023 деп жазайық. деп сондай неше түрлі стикерлер шығады. Мына бір стикерді алайық, 2023 деген. Мына бір шетіне қойсақ болады. Мына бір төбесіне қойсаңыз болады. Сосын құрайсыз. Жинайсыз кішкене. Өздеріңізге ұнаған стикерлерді алсаңыздар болады. Мысалы, қайтадан кірейік, тағы қандай бар екен? 2023. Мұндай бір түрлері бар. Мына бір новогодный түрі бар екен. Мына бір новогодный түрін алсақ. Осы жерге қоямыз, міне, осылай. Енді мысалы осы күйінше де сақтап алсаңыздар болады. Немесе мысалы детскийге болатын болса, стикерге қайтадан кіріп, мысалы қыздарға болатын болса, не іздеуге болатын болса, Disney деп іздеп көрейік. Disney принцесс деп тұр. Немесе Mickey Mouse. Мысалы осылай қыздарыңызға ұнаған осындай куклаларын, барбиларын, Анна, Элза, София мысалы көп қой. Сондай бір мультяшки фонд алуға, мысалы мен полныйын алайын мына жерде. Осындайларын алып, стикерлерді алып, пайдаланып, өздеріңіздің ойларыңыздағы суретті алып, қыздарыңызға, ұлдарыңызды, туысқандарыңызды осылай қуантсаңыздар болады. Мысалы, үлкен адамдарға жасасаңыздар, үлкен басқаша суреттер қойып жасауға болады. Осылай қоя бересіздер. Кез келген жеріне, мына жерге қойыңыз. Сосын құраңыз. Осылай жасаймыз. Төбеде галочканы басамыз. Сохранить басамыз, Сохранение галерея дегенде галереяға кіріп көрейік. Әдемі шықты. Мынау ашқан кезде осылай шығады. Ал сіз артына сурет қоятын болсаңыз, PicsArtқа кіріп жасай беруге болады. Оны келесі видеода көрсетемін. Маған тіркеліп, пайдалы болса, маған тіркеліп, осындай өздеріңізге ұнаған календарларды осылай жасап, әрбір туыстарыңызды, ұлдарыңызды, қыздарыңызды қуантыңыздар. Видео пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.